Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дүкендегідей өте дәмді, үлпілдек және де жұмсақ болып шығатын булочканы сіздермен бірге үй жағдайында жасайтын боламыз. Қарасаңыздаршы, булочкамыз осындай керемет болып қызарып, көтеріліп, дәмді болып шықты. Ал ендеше бірге жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға жылы 250 грамм сүтімізді құямыз. Сосын бір ас қасық шекерімізді қосып, және де 7 грамм дрожжымызды қосамыз. Бұл жерде мен 7 грамм дрожжды осылай өлшеп тұрып қостым. 7 грамм дрожжымызды қосып болған соң, қасықтың көмегімен араластырамыз. Дрожжымызды қосып, араластырып болған соң, 1-2 қасық ұнымызды қосамыз да, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде мен венчиктің көмегімен араластырдым. Енді араластырып болған соң, үстін шашықпен жауып, немесе осындай пищевой пленкамен жауып, 15-20 минутқа жылы жерге дрожжымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Яғни апарасын жасаймыз осылай. 15-20 минуттан соң сіздердің дрожждарыңыз осылай көтерілуі қажет. Келесі кезекте бір жұмыртқамызды қосамыз, және де тағы бір жұмыртқаның ағын қосамыз. Ал сарысын басқа бір ыдысқа алып қоямыз. Бұл сарысын тастап жібермей, қазір булочканың бетіне жағатын боламыз. Сарысын басқа ыдысқа салып, алып қоямыз. Сосын 150 грамм шекерімізді қосамыз. Және де осындай кішкене тұзымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде шекеріміз ерігенше араластырамыз. Достар, осы булочканың толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Бұл жерде мен бірінші 300 грамм ұнды осылай електен өткізіп алдым. Бірдестен 300 грамм ұнның бәрін електен өткізіп, венчиктің көмегімен араластырдым. Осылай венчиктің көмегімен араластырған соң, бізде орташа қоюлықтағы қамыр шығады. Сосын тағы 250 грамм ұнды електен өткізіп барып қостым. Достар, осы қамыр елеп жатқан кезде ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосып араластыратын болсаңыздар, сонда жұмсақ қамыр елейтін боласыздар. Неке мына шетте 250 грамм ұнның бәрін електен өткізіп, осылай венчиктің көмегімен араластырдым. Бұл жерде бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын осы ұндарымыз бірігіп, осылай қамыр болып бастаған кезде ары қарай қолдың көмегімен араластырсаңыздар болады. Осындай қамыр болып бастады. Енді бізге тағы да ұн керек болады. Сосын осы жерде мен тағы 50 грамм ұн қостым. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу үшін сонда менде барлығы шамамен 620 граммдай ұн кетті. Қамырымыз жерге жабысып қалмасы үшін осы жерге мен шамамен 20 граммдай ұнды осылай жерге сеуіп алып, осы қамырымызды осы жерде жұмсақ болғанша, бір келкі болғанша иледім. Осы қамырға менде барлығы 620 грамм ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Мына видеодағыдай осындай қамырларыңыз кішкене қолға жабысып тұру керек, бірақ осындай бір келкі болу керек. Келесі кезекте осы қамырымызға 80 грамм майымызды қосамыз. Осы майды, осындай мына видеодағыдай, бірінші бөлме температурасындағы майды алып, қамырымызға кішкене осылай қосып, сосын жақсылап тұрып илейміз. Бұл жерде сіздердің майларыңыз біткенше осылай біртіндеп тұрып майды қосып, қамырларыңызды илеңіздер. Осы қамырға май қосқан кезде, мына видеода көріп тұрған шығарсыздар, сіздердің қамырларыңыз еріген сияқты осылай жерге жабысатын болады. Сіздер ешқандай ұн қоспаңыздар осы кезде. Майларыңыз біткенше қамырларыңызды илей берсеңіздер, ешқандай ұнсыз, сіздерде сонда жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығатын болады. Осы процесс шамамен 10 минуттарыңызды алады. Осылай майларыңыз біткенше қайталап қамырларыңызды илей беріңіздер.
Мінекей қараңыздар, мына шетте 80 грамм майдың бәрін қостым мен. Осылай қосып, қамырымызды едеп жатқан кезде қамырларыңыз осындай жұмсақ болады. Сосын тағы 1-2-3 минут тоқтатпай едеген соң қамырларыңыз қайтадан өз қалпына келеді. Осындай жұмсақ, өз формасын ұстап тұратын, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек сіздерде. Енді осы қамырымызды ыдысымызға саламыз. Осы ыдысты мен майладым. Осы қамырымыздың асты жағында үстінде майлап, сосын 1-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Қамырымыздың үстін осылай пищевой пленкамен, сүлгімен жауып, жылы жерге қамырларыңыз көтерілгенше қойып қойыңыздар. Менде бұл жерде шамамен 2 сағаттай кетті. Қараңыздар, жылы жерде 2 сағаттың ішінде осындай қамырымыз көтеріліп шықты. Енді осы қамырымыздың ішіндегі осылай ауасын бәрін шығарып тастаймыз. Келесі кезекте әр қамырды шамамен 100-105 граммдан өлшеп тұрып бөліп алдым. Булочкаларыңыз бірдей болып шыққанын қаласаңыз, осылай өлшеңіздер. Менде өсіп өлшеп тұрып, 100 граммнан өлшеп тұрып бөлген қамырларым шамамен 11 штуктан шықты. Енді осы қамырымызды осылай мына видеодағыдай домалатып, ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, әкеп қоямыз. Келесі кезекте қамырымыздың бетін пищевой пленкамен немесе сүлгімен жауып, тағы да жарты сағатқа қамырларымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп жатқан кезде бағанағы жұмыртқаның сарысын алып, осылай 1 шай қасық сүт қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осы жұмыртқамызды қамырымызға әкеп жағамыз. Қараңыздар, біздің қамырларымыз жарты сағаттың ішінде осылай әдемі болып көтерілген. Енді осы пищевой пленкасын алып тастап, жұмыртқаның сарысын қамырымыздың барлық шетіне жағып шығамыз. Булочкамызды 180 градуста 25 пен 30 минут аралығында пісіреміз. Бұл жерде булочкаларыңыз қызарып тұрып пісуі қажет. Мінекей мына булочкам 30 минуттың ішінде пісіп шықты. Осы булочкамызды суытып, сосын дәмін татып көре берсеңіздер болады. Қарасаңыздаршы, булочкаларымыз қызарып, өте әдемі болып пісіп шыққан. Осы ыстық булочканың арасына сары майды жағып жейтін болсаңыздар, өте жақсы үйлеседі. Қараңыздар достар, булочкамыз үлпілдек, жұмсақ болып, дәмді болып шыққан. Осы булочканы сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің де қолдарыңыздан келетініне күмәнім жоқ. Осы булочканы дәл менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, кейін дүкеннен булочка алуды ұмытатын боласыздар. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.